Қазақстан Республикасы ұлттық ұлан әнби ансамблінің ерлер хоры. Жігіттер, қош келдіңіздер. Енді сұхбаттасақ, көркемдік жетекшісі бұл хордың лейтенант Бауыржан Алтынбек, хордың хормейстері Әділ Шагиров және хордың солисті ефрейтор Нұрбек Хасан. Қош келдіңіздер. Мереке құтты болсын. Бірге болсын. Рахмет, уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Керемет көңіл күй сыйладыңыздар. Енді қарулы күштер арасындағы алғашқы кәсіби ерлер хоры. Бір ерекше мәртебе шығар. Әрине. Жалпы енді Қазақстанда қазіргі таңда хор өнері жалпы деп айтайықшы. Енді бір андай бір басқаша бір қарқын алып, басқа жағынан, басқа қырынан дамып келе жатыр. Біз енді өзіміз әскери хор болғандықтан көбінесе қандай жерлерде, қандай сахналарда өнер көрсетпейік, көбісі түсінбей қалады. Өйткені әскери хор деген кезде жаңағы формадағы жігіттер шығады, бәрі андай бірдей шығады, ешқандай артық қимыл жоқ, қатып қалады. Жаңа тек қана патриоттық жаңағы әскери әндер орындайды деп ойлайды енді. Біз оған қарамастан жаңағы сол стереотиптардың барлығын жойып тастап, жаңа бағытта. Мысал мынадай, билеп тұрып ән шырқайсыздар. Хор деген кезде классикалық хор деп ойлайды ғой көбісі. Шығады, жаңа папкалермен шығады. Актерлық шеберліктерін, жігіттердің артистік шеберліктерін көрсету үшін барынша жаңағы халықпен тікелей көзімізбен, мимикамызбен ойнатып, жаңағыдай билер қосып. Әскери хор болғандықтан басшылықтан шамалы, не істеп жүрсіңдер деген сұрақтар болмай ма? Керісінше рұқсат беремесің. Енді ол ең басында болды сондай. Формамен ерсі көрінбей ма, халық дұрыс қабылдамай ма деген сияқты. 2026 жылы, келесі жылы бұйырса біздің хорымызға 10 жыл болады. Біз осыған орай жаңағы біз хор өнерінде бұрын соң болмаған сондай бір өте ауқымды, енді барлығын айтпай қояйын, бұйырса алдағы уақыт көре жатарсыздар, 10 жылдыққа күшті концерт дайындап жатырмыз. Мега-шоу. Мега-шоу деп айтайық. Керемет. Өте жаңа бағыттағы. Білуімше, хор 15 тілде ән айта береді екенсіздер. Енді жаңа өзіңіз айтқанда, біздерге басқа елдерден делегациялар көп келеді. Сол делегацияға байланысты, басшылықтан біздерге айтылады, тапсырма түседі. Мысалы, Әзербайжаннан келеді, Түркиядан келеді деген. Содан кейін біз сол тілде бағдарлама дайындаймыз. Жаңа мен байқап қалдым, былай қимылдап билеп жатсыздар. Өзбекстаннан келген кезде естіп күтіп аласыздар ма? Бұл дружба народов деген өмір, халықтар достығы. Бұл шығарманың өзінде бір 6-8 тілде айтылған. Делегациядан бөлеген бізде жаңағы әр мемлекеттен келетін президенттер болады ғой, солардың жаңағы кездесулерінде бізді көп шақырып жүр. Әр келген жаңағы елдің тілінде міндетті түрде бір 2-3 ән орындалу керек. Тамаша. Ал репертуарды қалай таңдайсыздар? Кім таңдайды? Енді репертуарды көбінесе олар өздері айтып жатады, ұйымдастырушылар. Бірақ енді хорға келетін ән болады, келмейтін ән болады, ол жағын енді ақылдасып ары қарай көре береміз, қолдан келгенше. Бірақ өте аз уақыттың ішінде жаңағыдай басқа тілде ән айту біз үшін қазір оңай болып кеткен шығар. Енді қызық көрінеді расымен де әлемдік классикадан бастап рок, джаз, стиль таңдамайсыздар. Стиль талғамайсыздар, бір байқаған. Біздің ерекшелігіміз ол әскери хор, және бізде кілең жас аралығы өте жас жігіттер. Шамамен жасты? 20 жастан 35 жасқа дейін. Енді жалпы Бауыржан мырза, өзіңіз концепциясын өзіңіз жасайтын шығарсыз. Келген жігіттер таңдап алатын да өзіңіз шығарсыз. Өйткені жетекші. Әрине, ол тек қана мен ғана емес. Қандай жігіттерді таңдайсыз дегенім ғой. Біз енді критериялар бар. Ең басты көңіл аударатын жайт ол музыкалық білім болуы. Содан кейін екінші орында жаңағы сахналық түр әлпеті, бойы, дене бітімі, қарын болмау керек деген сияқты ғой. Енді әскери адамдар ғой. 10 жыл бойы хорда жүрген жігіттер бар ма негізі? Ең алғаш 2016 жылы көктемде келдік. Осы ұлттық ұланға тыңдалым болып, жаңағыдай әнімізді айтып, ол кезде бізден Қазақ ұлттық өнер университетінде студентпіз. Әскери боламыз. Сонымен тыңдалымнан өттік. Бізбен бірге біршама 4-5 жігіттер келді, достарымыз. Содан қалғаны сол екеуміз осы күнге дейін әлі келе жатырмыз. Бірақ енді қазір етене қатар алып жүрсіздер. Деген әскери тәртіп бар ма қазір? Әрине, ол өте қалай айтса болады, оңай емес. Өйткені әскери қызмет бір бөлек, шығармашылық бір бөлек. Қолымыздан келгенше
тырысып сол екеуін бір қатар алып жүрміз. Ал гастрольдер қай жаққа болып жатады негізінен? Қазіргі таңда шақыртулар өте көп. Өйткені біз жаңағы интернет желісінде өте байсалдымыз. TikTok желісінде, Instagram желісінде біз күнара жаңағы посттар жасап, жаңағы оқырмандарымыз. Қанша оқырманыңыз бар қазір? TikTokта 120 мың оқырман. Инстаграмда одан азырақ, 15 мың ар жақ бер жағында. Сол неден қарап оқып отырамыз комментарияларды адамдардың. Қазақстан бойынша жаңадан бөлек бүкіл Ресейге біз қазір көп шақыртып. СНГ, вот айтсақ болады СНГ. Өйткені біз СНГ-ге жиі барып жүрміз, өйткені ол жақтарда хор өнері өте дамып кеткен. Және ол жақта жаңағы хор байқаулары, халықаралық хор жаңағы фестивальдер өте көп. Басқаша жүреді осы жолы. Осы жылдың өзінде біз Белоруссия мемлекетіне барып келдік. Браслов қаласында үлкен фестивальге қатысып, Браслов қаласының 990 жылдығы болды. Сол Браслов қаласында жаңағы 59 жыл тарихы бар жаңағы фестиваль. Брасловские зорницы деп аталады. Біз сол 59 жылдың ішінде Қазақстаннан барған алғашқы ұжым болдық. Және ерлер хоры. И бірінші орын иегері атандық. Құтты болсын, керемет. Қарсыластарыңыз қандай болды жақта? Қарсыластарымыз енді осал болған жоқ. Ана жерде жай коллективтер жоқ. Барлығы. Хорлар ма әлде әскери хорлар ма ол жерде? Жоқ, ол жерде жалпы. Жалпы хор. Араласайдан болды, Ресейден болды. Одан кейін күні кеше біз Ресей Федерациясында Красноярск қаласында фестиваль мужских хоров деген өтті. Ол енді ерлер хорының мен деген дүниежүзі бойынша мен деген ерлер хорлы жиналды. Сол жерде ол енді байқау емес, ол фестиваль. Бірақ сол фестивальдің жаңағы қалай айтса болады, біз өте жоғары деңгейде өнер көрсеттік. Лауреат болып қайттыңыздар. Бағдарлама басында айтып кеткендегідей, көбісі мысалы 16 кәлі ұжым болса, соның 14-і деп айтайықшы, жаңағы шығады, папкалармен шығады, ешқандай халықпен контакт жоқ. Бірақ сырттан тыңдаған адамдарға әдемі, гармониялар әдемі, дыбыстар күшті шығып тұрады. Бірақ андай қазіргі заманның тыңдармандарына уже қызықсыз сияқты көрінеді. Өйткені бізге қазір жандандыратын әндерді көп тыңдайды, шоу керек деп шоу іздеп жатады. Біз соны ойлап, алдын ала дайындап бардық. Мұны неге білмейсің деген ән дайындап бардық. Енді анау сіздер болады. Этностильде болды ол. Этностильде өзіміздің домбырамызды, шаңқобызымызды, барлық ұлттық аспаптарды қостық. Өзіміз ойнадық. Өздеріңіз көрсеткен екенсіздер. Өзіміз ойнадық, өзіміз ән айттық, сөйтіп ана жақта қатты таң. Енді ауыздарын ашып. Оларға бір жаңа бір стиль көрсеттік десек те болады. Себебі оларда енді классикалық музыка өте қатты дамыған. Өте жоғары деңгейдегі коллективтер болды. Бірақ олар бізді көріп, хордағы мынандай хор болады ма деген форматын. Бұндай эксперимент жасап көрмеген шығар олар. Себебі ол жақтың өзі енді Сібірге жатады ғой. Сібірге жатқандықтан ол жақта кімдер? Якуттар, буряттар, Тува. Сондай өзіміздің бір көшпенді халықтар сияқты жақын келеді бізге. Тамаша, қуаныштымыз сіздер үшін. Расымен де бұл енді осындай материалдарыңыз бар, осындай дүниелеріңіз бар. Расымен де 10 жылдықты дүркіретіп бір мега шоу қою керек. Бұйырса, күтеміз, концерттің алдында келіңіздер. Концерт туралы айтайық. Барынша біз де өз тарапымызда ақпараттық қолдау көрсетейік және көрерменді шақырамыз. Бұндай дүниені көру керек міндетті түрде, ерекше дүние болады. Енді бүгін бізде мерекелі шығарым болғандықтан, тәуелсіздік күні, сондықтан да өз тараптарыңыздан көрерменді құттықтасаңыздар, ізгі тілек лебіздеріңізді жолдасаңыздар. Барлық қазақ елін, құрметті Қазақстан тұрғындарын, Қазақстан азаматтарын келе жатқан тәуелсіздік күнімен баршаңызды шын жүректен құттықтаймыз. Әрқашан еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. 16 желтоқсан тәуелсіздік күні құтты болсын баршамызға. Елімізде тек қана бейбітшілік заман болсын. Әрқашанда, әр отбасыда тек қана жақсылықтар, қуаныштар, береке бола берсін. Еліміз жасасын, көк туымыз мәңгі желе берсін дейміз. Осы керемет мерекемен барша қазақстандықтарды мен де құттықтаймын. Менің айтқым келетіні қазақ өнері жасай берсін. Рахмет, уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермен, расымен де еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Аспанымыз әрдайым ашық болсын. Біз сіздермен қоштасамыз. Амандықта жүздескенше.